Сөз тізгіні Зейнет KZ жобасының жүргізушісі Әйгерім Ердәулетте. Рахмет, қайырлы кеш, эфирде Зейнет KZ бағдарламасы. Бүгінгі хабарда Теңгетай екеуміз зейнетақы жүйесіне қатысты биыл болған ең маңызды өзгерістер жайлы айтып береміз. Қайырлы кеш көрермен. 2021 жылы ел азаматтары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шекті мөлшерден асатын соманы тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге пайдаланып, инвестициялық портфельді басқарушы компанияларға сенімгерлік басқаруға қаражат аударды. Жыл басынан бері баспанамен емделуге салымшылар 2 триллион теңге жұмсады. Ал 5,4 миллиард теңгені азаматтар инвестициялық компаниялардың сенімгерлік басқаруына беріпті. Биылдан бастап зейнетақы төлемдерін есептеу әдісі де өзгерді. Енді ай сайынғы зейнетақының қордан берілетін ең төменгі төлемі күнкөріс деңгейінің 70%-ын құрайды, яғни 24 мың теңге. Ал осыған дейін бұл сома 18.523 теңге болатын. Бұдан бөлек зейнеткер базалық және ортақ зейнетақы төлемдерін қосалы. Жаңа тәсіл бойынша зейнетақы төлемнің қалай есептелінетінін Теңгетай түсіндіріп берсе. Мәселен, салымшының қордағы жинаған сомасы 6 миллион теңге делік. Ол зейнетақы төлемдерінің бекітілген 6,5% коэффициентіне көбейтіледі. Нәтижесі 390 мың теңге. Осы көрсеткішті 12 айға бөлгенде зейнетақы қорынан берілетін төлемнің ай сайынғы сомасы шығады. Яғни 32.500 теңге. Бұл төлем жыл сайын тағы 5%-ға көбейіп отырады. Шыққаны 34.125 теңге. Мұның бәрі тек жинақтаушы төлем түріне қатысты өзгерістер. Рахмет, Теңгетай. Биыл Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан және Ресей елдерінің өзара зейнетақымен қамсыздандыру бойынша ортақ келісімі өз күшіне енді. Яғни енді Қазақстан азаматы Ресейде немесе одаққа мүше кез келген елде жұмыс істесе, зейнет жасына жеткенде сол елдің азаматтарымен теңде зейнетақы алуға құқығы бар. Сол сияқты одаққа мүше әрбір мемлекет өз зейнетақы жүйесіне сәйкес еңбек өтіліне қарай зейнетақы төлемін тағайындауға да құзыреті бар. Биылғы жаңалықтар мұнымен бітпейді. 1 мамырдан бастап ерікті зейнетақы жарналарын аударып келгендердің арасынан зейнетақы төлемдерін алдын ала алатындардың тізімі кеңейтілді. Олар 50 жасқа толғандар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар, сондай-ақ шетелге тұрақты тұруға кететін немесе кеткен шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар. Осы санатқа енді ерікті зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы жүйесінде кемінде 5 жыл аударған азаматтар қосылды. Мысалы, 20 немесе 30 жастан бастап қордағы жеке зейнетақы шотына ақша аударып келгендер, тиісінше 25 немесе 35 жасқа толған кезде өздерінің алғашқы төлемдерін ала бастайды. Зейнетақы жүйесінде сондай-ақ жұмыс берушіге тиімді өзгерістер күшіне енді. Бұдан былай ерікті зейнетақы төлемдерін өз қызметкерлері үшін төлейтін жұмыс берушілердің аударымдары жұмысшының жеке тұлға ретінде табысы болып есептелмейді. Ол жұмыс берушінің корпоративтік табыс салығына салынатын шығыннан шегеріледі. Яғни жұмыс беруші салықтық жеңілдік алады. Бұған дейін ерікті зейнетақы шотын ашу үшін салымшыға қор бөлімшесіне алдын ала барып өтініш жазу керек болатын. Енді биыл 1 мамырдан бері қолданысқа енген артықшылық шот қорға алғашқы ерікті жарна аударылған сәттен бастап автоматты түрде ашылады. Айтпақшы, бұдан былай БЖЗК бөлімшелеріне жеке басты куәландыратын құжатсыз келуге болатынынан хабардарсыздар ма? Енді смартфоныңыз болса жетіп жатыр. Бұл өзгеріс туралы салымшыларға қор маманы айтып берсін. Сәлеметсіз бе? Кешір. Қазір қор бөлімшесінде қызмет алу үшін смартфондағы eGov Mobile қосымшасында жеке басты куәландыратын құжаттың цифрлық нұсқасы және код номері жеткілікті. Осы деректер бойынша салымшы өзінің жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме алуға, хабарландыру тәсілін өзгертуге және де тағы басқа қызметтерді алуға мүмкіндігі бар. Енді қордағы міндетті кәсіптік және ерікті, яғни барлық зейнетақы шоттары алғашқы жарна түскен кезде автомат түрде ашылады. Егер үстіміздегі жылдың 1 мамырынан шотты ашудың үнсіз тәсілі тек ерікті жарналарға қатысты болса, 26 қазаннан бастап әлгіндей тәртіп міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасына да қатысты.
Түптеп келгенде, жоғарыда атап өткен барлық өзгерістер қор қызметтерінің қолжетімділігін, сапасын көтеріп, зейнетақы капиталын тиімді қалыптастыруды барынша ыңғайлы ету керек. Осымен қор қызметтеріне қатысты бағдарламалар шығарылымын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.